жалпы кеше пешкінің несі баяғы ескі нелер ғой, бочкалар 150 литрлік. Астың бәрі глухой, ешнәрсе жоқ, тесік. Так, андай стояк болады. Мынау қақпақ тұрып, бұның бетінде қақпақ тұрады. Ұстап тұру үшін үшеуі, үш планка бар. Одан кейін тұрған трестер, мындай круговой. Тесігі сәл үлкендеу болса да жақсы. Мындай кеңдікте. Астында стоя аяғын ұстап тұратын тұрған. Бұның қақ ортасына бастырып. Қақ ортасында тұрды. Сөйтіп үстірді. Опилка. Салым опилканы. Опилканы салдым. Енді андай ағаш болсын, темір болсын. Соны трамбовать етесіздер. Дәл осылай. Тағы салам. Тағы да салдым. Полный салынды. Ендігі мәселе. Мұнаның бетінде тұрған крышка. Мұнадан төмен тұру керек. Дымоходтан. Дымоход. Содан примерно осы бір жерлерде тұру керек. Екеуінің арасы бір 3-4 сантиметр болса жетеді. Осындай бүгінгі берілген жүгерлер, басқаларының отходтары, пашаткалар. Одан кейін тез жану үшін кішкене май берсеңіздер де болады. Солярка болмаса бензин. Не болмаса шөп тастап бетіне. Сөйтіп өртесеңіздер болады. От жағып бастады. Üstüne bırak kendini. Üstünde var. Sosundan da kakbağı var. Yep. Üstünde var kanka. Sırtta yeti var. Вот я unutmuş. Егер мынаның бетін жабатын болса, от болмайды. Ауа кіріп жанып отыр уже. Кетті. От алда қатты. От осылай.